وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Жаратушыны мойындамайсыңдар. Жаратушының жаратқан нәрселер арқылы жұмыс істейсіңдер. Қараңыздар. Бүкіл жаратқан нәрсесі жаратушының жаратқан нәрселер арқылы ақша табасыңдар дейді. Сосын жаратушыны өтірікке шығарасыңдар дейді. Сонда сендер дейді, осы Құранды өтірікке шығаруда ұялмайсыңдар ма дейді, Алланың ризығын жей тұра дейді. Онда Алланың ризығын жеме, әділірек болады ау. Алланың ризығын жейсің, сосын Алланың Құранын өтірікке шығарасың. Ол деген позор өмір, позор. Қор өмір ғой ол, өзіңіз ойлаңыз, пәс өмір ол. Алланың ризығын жейсің, Алланы өтірікке шығарасың. Алланың ризығын жейсің, Алланың жерінде өмір сүресің, Алланың аспанының астында өмір сүресің, оның суын ішесің, оның бергенін жейсің, оның берген алмұртын жейсің, оның жаратып берген жаңағы жұбайыңды пайдаланасың. Сосын мойындамайсың. Саған осындай абыройсыз өмір керек па деп отыр ғой. Кешегі Ахмет Байтұрсынов айтады ғой, алданып тамағыма бұны ұмытсам, ұялмай қай бетіммен көрге барам дейді. Алданып тамағыма. Сондықтан Құранды мойындамаған адам жалпы бір атаудың астына кіреді. Арам тамақ деген. Бұл ең жаман ат. Арам тамақ деген ат. Алланы кім жейсің? Сосын оны мойындамайсың. Сондықтан Құранды мойындамаған, Құранды өтірікке шығарып жүрген адамдардың барлығы Алланың ризығын қай бетімен жеп жүр деген аят қойнау. Қай бетіңмен жеп жүрсің дейді. Егер сенің ішінде адамгершілік болса, ұят, арыждан деген қасиет қалған болса, қай бетіңмен жеп жүрсің онда? Оны мойындамайсың. Өйткені кеше ғана шақыру тастады ғой. Мынау кімдікі деді, сенікі дедік. Мынау кімдікі деді, сенікі дедік. Мынау кімдікі, сенікі. Енді қойсаш деп жатыр да. Осы нәрселер, мағыналар, құрметті жамағат, Құранның көп сөйлейтін мағыналары да. Қоғамда да бұл нәрсе туысқандарыңыздың арасында көп сөйлену керек.